Тоқаевтың мәлімдемесінен кейін елімізде саяси науқан қыза бастады. Өйткені білесіздер, жақындап келе жатыр сайлау. Иә, біз бұрындары мысалы парламент депутаттарын сайлаймыз деген сияқты жаңағы неше түрлі ұрандарға көтеріп, сайлауға кірісіп кететін еді. Нұр Отаның бар, қазіргі Аманат бар деген сияқты, Ақ Жол партиясы, тағы қандай партиялар бар. Міне осындай ауыл сияқты санаулы партиялар осындай бір депутаттық мандат үшін таласатын еді. Енді бұл соншалықты бір үлкен бір жаңалық деп айта алмаймыз. Бірақ биылдың ең үлкен жаңалығы бұл Қазақстанда парламент емес құрылтайдың жариялануы. Бұрынғыдай парламент деп атамаймыз енді біз. Құрылтай деп өзіміздің ана тілімізде ата бабаларымыздың жаңағы дәстүріне сәйкес мына елдегі ең жоғары заң шығарушы органды парламент енді құрылтай деп атайтын боламыз, және құрылтайдың алғашқы депутаттары дейтін бұл да бір үлкен бір тарихи елдің мына тәуелсіз Қазақстанның тарихында үлкен бір тарихи кезең болғалы тұр. Енді мәселе мынада. Жақында мына Демоскоп дейтін бюро үлкен сауалнама жүргізді. Мына Қазақстандағы өзгерісті болғаны қалай ма? Әлде сол қалпында қалдыру керек па деген сияқты. Мысалы, қазіргі кезде мысалы қалыптасып отырған жағдай біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Иә, ол түсінікті нәрсе. Сөйтсек, мен сіздерге цифрмен келтірейін. Сол Демоскоп бюросының шығарған статистикасында ойлаңыздар, 85,4% сауалнамаға қатысқан 85,4% елдегі жаңа өзгерістің болғанын қалайды, реформалардың жасалғанын қалайды. Қазақстанда өзгерту керек деп есептейді 85,4%. Ал 7% қалай бар қазір, солай қалдыра салыңдар деген сияқты пікірде қалған. Бұл енді халыққа жасалып отырған, қалай айтуға болады, сауалнаманың бір түрі деп айтсақ болады. Демек, 50%-дан асып кеткеннен кейін түсінікті енді Қазақстанда бірдеңені өзгерту керек деген нәрсе енді әркімнің көкейінде жүрген шығар деп ойлаймын өзім. Ал мынадай нәрсе болады. Жаңағы 7%-ның өзі ол өтірік емес шығар деп ойлаймын, өйткені қазіргі қалыптасқан жүйе кейбір адамдар үшін тиімді. Иә, олар өзінің байлығын сақтап қала алады, қаншама жаңағы жиған дәулетін сақтап қала алады деген сияқты. Революцияны жасайтын буржуазия деп айтқанымызбен, сол елде өзінің мүддесі бар, сол елде өзінің жаңағы жиған тергені бар, абыройы бар, енді қандай жолмен жеткені белгісіз, бірақ сол нәрселерін сақтап қалуға тырысатын адамдар бар, және жалпы ұсынып отырған ережелер ұнамайтын адамдар да бар. Бұлар оппозиционерлер деп айтсақ болады. Енді олардың біреу белгілі бір бөлігі кейбір дәуірлерде жеңіске жетті, кейбіреулері жеңіліп қалды. Мысалы, Ленин, атақты революционер, өз дегеніне жетті. Ленин, Сталин сияқты. Бұндай революция әр елде әртүрлі. Мысалы, кейбір революциялық нәрселер, мысалы, идеялар кейде тұншығып қалады. Мысалы, Алаш арыстарының идеясы керемет болатын, бірақ өкінішке орай заманы сондай болды, қалыптасқан тарихи жағдай, сол кездегі болып жатқан саяси өзгерістер Алаш идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. Әртүрлі жағдайда айтуымызға болады. Енді мәселе тарих өтіп кеткеннен кейін біз айтамыз ғой, мысалы, бұл идея жүзеге асты, бұл идея дұрыс емес. Тіпті социализм жеңіске жетті деген күннің өзінде де, жаңағы ақ патшаны орнынан төңкеріп тастады деген күннің өзінде де, социализм, коммунизм өзінің өміршеңдігін көрсете алмады. Капитализм керемет деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен социализмнің де алатын тұстары мен қажет емес нәрселер де бар. Социалистік лагерь деген сөздің өзі қазіргі 21 ғасыр үшін бір қалай айтуға болады, қайтып барғысы келмейтін дәуірлер сияқты елестейді. 21 ғасырдың көзқарасымен қарайтын болсақ егер. Енді айтайын дегенім мынау. Қазіргі кезде мына Тоқаевтың мәлімдемесінен кейін сайлауға қызу кірісіп кетті. Шындап келгенде депутаттарды қараңыздаршы, TikTok-тан шықпай отыр, эфир қосып қойған. Көріп жүрген шығарсыздар, жалпы біздің елде сайлаудың алдында ғана депутаттардың, президент сайлауының алдында кандидаттардың тіріліп оянып, жаңағыдай халыққа міне мен бармын деген сияқты нәрсені көрсететіні қалыпты жағдай. Халықтың еті үйреніп кетті оған әбден. Сайлау қалай бітеді? Әркім өз орнына жайғасады, болды. Жаңағы сайлаушылары тіпті артынан наразылыққа шығып, мынау кезінде осындай уәде беріп еді, бірақ ол уәдесін орындамай жатыр деп, главный бастысы сол жылыда жайлы кабинетіне жайғасып алып, жаңағы креслода отырып, алатын айлығын алып, жаңағы жиын тойларда төрге шығып, еттің жылы жұмсағын жеп, мақсатына жетіп алса болды. Жаңағы қалай айтса болады,
ешегі судан өткенше жаңағы тілеулес адам сияқты көрінуі де әбден мүмкін. Иә, бұл барлығына бірдей емес. Кейбір адал қызметкерлер бар, адал депутаттар да бар. Бірақ өкінішке орай саусақпен санарлық. Бастысы менікі жүре тұрсын, сенікі тұрар тұрсын деген әңгіме емес бұл жерде. Бұл жерде басты мәселе халыққа берген уәденің орындалуы. Егер бір сайлауда орындалмаса, екінші сайлауда орындалмаса, халықтың көңілі қалып, тіпті дауыс берудің өзіне немқұрайлы қарайды. Біздің дауысымыз не шешер деген сияқты пікір айтатын жағдайға жетеді. Енді ол Қазақстан үшін қалыпты жағдайға айналып бара жатыр, өкінішке орай. Өйткені саяси процестерге біздің елімізде немқұрайлықпен қарау бұл өте қауіпті үрдістің бірі. Өйткені парламентте отыратын депутат болсын, президент болсын, олардың жүріс тұрысын қалыптастыратын халық шындап келгенде. Өйткені біздің конституцияның өзінде биліктің қайнар көзі бұл халық. Енді түсінікті ғой, халық жоқ болса кімге билік етеді? Өз-өздеріне ме? Санаулы ат төбеліндей адам кімге билігін жүргізіп, кімнен салық жинап, кімнің жаңағы сөзін сөйлейді, мысалы, былайша айтқанда, халық болмаса егер. Алайда біздің елде мәселенің екінші ұшы уақыт өткен сайын саяси процестерге халықтың араласуы көңіл көншітетіндей емес. Онда жақсы білесіздер. Енді менің айтқым келетіні, алдағы құрылтайда қандай депутаттар бару мүмкін? Өйткені бұл алғашқы құрылтай және алғашқы құрылтайдың алғашқы депутаттары деген өте бір символикалық мағынада айтылатын нәрсе. Өйткені алғашқы қарлығаштар үнемі халықтың есінде қалуға көп мүмкіндігі бар олардың. Одан кейінгілер емес, алғашқы қарлығаштардың тарихта көп дүниені еншілеуге белгілі бір нелері бар, жаңағы артықшылықтар дейміз ба, әлде мүмкіндіктері бар дейікші. Сондықтан қазіргі депутаттардың қаншасы ол құрылтайға бару мүмкін? Қаншама сырттан келу мүмкін? Бұрын соңды біз танымайтын адамдар келу мүмкін ба? Мысалы, қай депутат ол құрылтайдың депутаты болып мандат алып отыруға лайықты? Мысалы, Бақытжан Базарбек ағамызды ұялмай айтуға болады. Бақытжан Базарбек ағамызды, Асхат Аймағамбетов ағамызды ұялмай айтуға болады, міне құрылтайдың депутаты деп. Енді ол кісіні шындап келгенде Асхат Аймағамбетов ағамызды мен білім министрлігінен көргім келеді. Ғани Бисенбаев па, осы кісіден кейін келіп, реформалар өкінішке орай қатты бір не істемеді, өтпеді және игеріп алып кете алмады арман қарай. Істің бастамасы болды да, керемет бум болды білім саласында. Бұрын соңды болмаған. Тіпті Асхат Аймағамбетов ағамыз жаңағы министр болып тұрған кезде, сол кездегі премьер-министрдің өзімен салыстырғанда оның халыққа деген жаңағы симпатиясы дейміз ба, сүйкімділігі өте қатты өсіп кетті. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Кейіннен депутат болып парламентте көп депутаттың біріне айналды демесеңіз, министр болып тұрғанда Асхат Аймағамбетов ағамыздың мына маңдай терін төгіп жүріп жасаған еңбегін сіздер жақсы білесіздер деп ойлаймын. Ана тіліміз, әліпбиіміздің қайтып оралуы, білім жүйесіне жасалған өзгеріс, мұғалімдердің құқығын қорғауға бағытталған, бұрындары жаңағы акиматта, анда-мында, жаңағы мәдениет үйінде ДК-ға апарып жинап мұғалімдер топырлатып әкелетін сияқты нәрселер, қағазбастылық мәселелеріне кәдімгідей өзгеріс енгізді. Ал одан кейін ол реформалар өкінішке орай жалғаспай қалды. Осы сияқты адамдар құрылтайдың қалай айтсам болады, бір бөлігіне айналса деген тілек бар.